піскен товарымызды упаковка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен пупырчатый пленка керек. Бұл товардың сыртынан ораймыз. Товарымыз бөлінбес үшін. Біздің товарымыз кішкентай болғандықтан бізге кішкентай ғана қырқып аламыз. Барынша экономдаңыздар. Товарымызды жақсылап упаковка жасап алдық. Мына жағына су кірмейді, бүлінбейтіндей етіп. Специальный зип пакет бар, курьерский пакет. Бұны Каспийден алсаңыздар болады. Бұның мынандай шетінде несі бар, қалташасы бар. Накладнойымызды скотчпен жабыстырмай-ақ осында сап қойсаңыз болады. Накладнойымызды саламыз. Товарымызды ішке салдық. Бұл жердегі өзі жабысып қалатын несін, пленкасын аттыстап, осылайынан жабыстырсаңыздар болады. Біздің товарымыз дайын. Осылайынан енді замерге алып барып өткізсеңіздер болады. Сіздерде курьерский пакет болмай қалса, ол кезде проблема емес. Ол кезде сіздер мынандай стринч пленка деген пленка бар. Пищевой пленканың кішкене қалыңдау варианты. Осымен сыртын міндетті түрде қаптайсыздар. Мына пупырчатыймен орадыңыздар, кейіннен барып, мынау стринч пленкамен міндетті түрде қаптайсыздар. Өйткені онымен қаптамасаңыздар, замердегілер алмай қояды. Енді біздің мына товарымыз кішкентай ғой, кішкентай болғандықтан мына накладной не болып қалады, үлкен болып кетеді. Сол үшін бұндай кішкентай товарларға накладнойды былайынан ортасынан бөліп тұрып жабыстыруымыз керек. Міне дәл осылайынан жабыстыруымыз керек. Себебі жоғары жағындағы штрих-кодпен біздегі төмендегі штрих-код жабылып қалмау керек. Осылар ашық болу керек. Өйткені осы арқылы замер ары қарай сіздің товарыңызды клиентке жеткізеді. Осындай кішкентай товарларды осылайынан накладноймен жабыстырып замерге апарып өткізесіздер. Барлық жерін скотчпен полный жабыстырасыздар. Өйткені су тиіп кетпеу керек, бір жері ашылып накладнойыңыз түсіп қалмау керек. Кейде сіздің өткізіп жатқан товарыңыз хрупкий товар болатын болса, мысалы стекло болатын болса, или болмаса сынып қалатындай жағдай болатын болса, арнайы осындай скотч алып аласыз. Сол кезде осыны жан-жағына жабыстырып жібереміз. Нелер көретіндей, көретіндей осылайынан жабыстырып жіберсеңіз болады. Товарларыңыз хрупкий болатын болса, сынатын стекло болатын болса, міндетті түрде осындай белгісі бар скотчтар жабыстырып жібересіздер.